Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Мына министрлікте істейтіндерге және парламенттегі депутаттардың құлағына құлақ қағысып жатырмыз. Мынау қазір ғана мен ютубты қарап отырсам, Шымкент облысындағы Қапланбек деген таможнядан өтіп жатқан кездерде сөздегі балалар өте бір тәртіпсіздік қылып, сөзден өтіп жатқан өзбек бауырларымызды малша қорлап, жүдә жаман мәміле қылатындығын мінекей өзбекстандық бауырларымыз шағым жасап жатыр. Енді ұлттың жаманы жоқ, ұлттың ішінде жүрегі шіріп кеткен, жүрегі сасып кеткен адамдар болады. Енді біздің Қырғызстан жақтағы таможняға барсаңыз да, немесе Өзбекстан жақтағы таможняға барсаңыз да, өңкей тәртіпсіз, ата-анасының тәртібін көрмеген, көздері аларып, жағы жерде тұрған кездерде өздерін құдай санап, ойына келгенін істеп, жағы адамдарды жағы бір өзіне құл қылып алуға әрекет қылатын, сондай бір мұсылманшылықтың не екенін білмейтін, ата-анасының тәрбиесін алмаған жігіттерді қойып қойған. Және де өздерінде сауат да жоқ, сана да жоқ, әйтеуір бақыра бергенді білетін жігіттерді қойып қойған. Сондықтан мынау өзіміздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа да айта кеткім келіп отыр. Осы мына Қапланбектегі және де мына Қырғызстанға өтетін Шалдабар, Айша бибі, сол жердегі балалардың барлығын бір сауатты балаларды қойып, және де тәртіпті, ата-анасының тәртібін көрген адамдарды қоюыңызды өтінеміз. Енді өйерде тәртіпте болмаған болса, күніге оларға жағдай түсіндірме жұмыстар жүргізіп, адамдармен қалай мәміле қылу керек, олар жағы өзімізге мына мысалыға Өзбекстаннан кіріп келе жатқан, Қазақстаннан кіріп келе жатқан жағы кісілерімізге, меймандарымызға, қонақтарымызға қалай мәміле қылу керек екен, сол жақтардың бәрін түсіндірме жұмыстарды жүргізіп қоюларыңызды өтінеміз. Біз жүдә бір мынау өзіміздің көрші мемлекет Өзбекстанға, Қырғызстанға біздің ұлтымыз өте жаман бір көріністе көрініп жатыр. Осылардың кесірінен. Және десе біздің мынау басқа жақты білмеймін, мына Тараздың гаилері, милициялары қуалап жүріп, жұлқылап жүріп, Россиядан тауып келе жатқан ақшасының бір талайында тартып алып қоятын ұқсайды. Осы жақтарына қатты көңіл бөліп, пайғамбарымыз, біз енді ата-бабаларымыз мұсылман болған ғой, мұсылман болғаннан кейін біз пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның үмметіміз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл жөнінде не дейді? Мүсәпірлерге жақсылық қылыңдар деген хадис айтады. Демек, енді өзіміздің жағы Өзбекстаннан босағаны аттап өте берген өзбек бауырларымызға сондай жаман мәмілелер болып атқан болса, енді біздің ұлтымызды өте бір тәртіпсіз, ұлтымыз бауырмашылықтың не екенін білмейтін сондай адамдарға ұқсатып көрсетіп қойып атқан, мына таможнядағы балалардың барлығын аластап қуып жеріп, ол жерге сауаты бар, адамдармен жақсы мәміле қылатын, адамдай мәміле қылатын адамдарды қойып қоюларыңызды өтінген болар едік. Біздің ұлтымыз мына таможнядағы балаларға ұқсамаған. Бұл енді бір таможняға бір барып, сөрге жұмысқа орналасқаннан кейін, олар өздерін құдай санап, бүткіл сөрде өтіп атқан қырғызы болсын, қазағы болсын, өздерінің құлына ұқсатып, айтқанын істетіп, жататын жатқызып қойып, отыратын отырғызып қойып, аузына келген бөсіп тұратын адамдардың барлығын өзіміздің мынау Қапланбек таможнясынан, және десе мынау Айша бибі, Шалдабар таможнясынан аластап қуып жіберулеріңізді өтінеміз.